Жеті қағида. Бұл кітап 7 түрлі қағидаға негізделген. Бірінші қағида: кешіру дегеніміз қарсы тараптың жасаған жамандығын түк болмағандай ұмытып кету емес, керісінше оны ойыңнан, санаңнан өшіріп тастау. Осы қағиданы ешқашан ұмытпа. Бұл айтуға оңай деп сөзді бөле жөнелетін жандарға қатысты жауап. Екінші қағида: өміріңде болып жатқан жағдайлардан барлығы өзің тілеп алған немесе саған пайда беретін сабақ. Ғұмырыңды жайттардан сабақ алмастан оларды ысырып тастауды доғар. Бұл қағиданы жазып алып, көзге көрінетін жерге қойып қой. Өмір бізді жақсы көрмейді деп налитындарға осылай жауап берсең болады. Үшінші қағида: қайғың қаншалықты ауыр болса да, көңіліңе жақын алма, жүрегіңе жақын қабылдама. Шамаң келгенше ауыртпалықтарға жеңіл қарауға тырыс. Оның да өткінші екенін біл. Төртінші қағида: көпшілігіміз қиял әлемінде өмір сүргендіктен күйзеліске түсіп жүреміз, ал ақиқат ортаға кешігіп шығады. Барлығын білемін, басқаларды білмейді деп ойлама. Барлығымыз белгілі бір дәреже ақиқатты білеміз. Кейде ақиқаттың бірнеше қыры болады. Көп қазбалай берме, кеңінен ойлан. Бесінші қағида: егер меніңді жеңсең, көп нәрсеге қол жеткізіп, қиындықтарды айналып өтесің. Алтыншы қағида: сен періште де, шайтан да емессің, сен адамсың. Сол адамдығыңмен шұғылдан. Өзіңдегі адамдықты қабылда. Әлбетте қателесесің, жығыласың. Айта берсең шөгі көп. Әрбір сәттен сабақ ала білуді үйренесің. Өкініш пен қарсылыққа уақытыңды жоғалтпа. Жетінші қағида: расында жан тыныштығын кемшіліктерді кешіре алғанда ғана табасың. Ал оған қалай қол жеткізуді білмесең, онда саған қалай қадам жасау керектігін ұсынамыз. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әсия Ерболқызы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.